Мұқағали Мақатаев 1931 жылы қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали 10 жасқа келгенде Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанып, соғыста қаза табады. Үйдің үлкені Мұқағали анасына көмектесіп, отбасына қамқор болып, ерте есейеді. Сол кезден бастап өлең жаза бастайды. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы Халықаралық әдебиет институтында оқып, білім алады. Ол Советтік шекара газетінде жауапты хатшы, республикалық радиода диктор, Социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, Жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында білім меңгеруші секілді жауапты қызметтерді атқарған. Ақын 1976 жылы 27 наурызда дүниеден өтті. Мұқағали Мақатаев. Жапырақ жүрек жас қайың. Жапырақ жүрек жас қайың, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайың бола бастайын. Келісесің бе жас қайың? Көрінер мүмкін кімге ерсі, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені адам көзімен бір көрші. Қайың боп мен де бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге қайың көзімен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жыр алдың, біреуден мен де жыр алдым. Тілің жоқ жанды қайың сен, айырмашылығым адаммын. Сай-саланы аймалады, жоталардан желесті. Көк қарағай, көп баладай, күбір-күбір кенесті. Қасқа бұлақ тастан құлап, бара жатыр шапқылап. Шынылдаған, сыбырлаған, айқай тастар сақ құлақ. Мұқағали Мақатаев. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдеймін. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмеймін. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келдағы отал менен.